Армысыз көрермен, Маңғыстау телеарнасының эфирінде Өзен-Мұнайгаздағы бір күн бағдарламасы. Бүгін біз нөмірі 1 мұнайгаз өндіру басқармасына қарасты нөмірі 3 шоғырланған сораптар станциясының қос бірдей машинисінің Мөлдір мен Нұрсұлудың жұмысын сіздерге көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Шоғырланған сораптар станциясы машинисінің қызметі мінекей осы жерден басталады. Мынау компьютерден көрсетілген схема арқылы олар жұмысының негізгі бағытын анықтайды. Содан кейін барып жұмысқа кіріседі. Дәл қазірде Нұрсұлу апай мен Мөлдір апай осы жерден сіздерге қалай жұмысын бастайтынын көрсетеді. Бүгін үш сұрағымызда бәрі жақсы жасап тұр екен. Менде бүгінгі кезегіміз өте сәтті өтеді. Иә, дұрыс айтасың. Бүгінгі сұрақтардың бәрі жақсы жасап тұр екен. Қосалқы агрегатымыз да жақсы. Күрем бүркіттарымыз, кіріс шығысымыз давлениелері де бәрі жақсы екен. Иә, енді маршалдағы аппортымыз жасап келу берсек болады. Мінекей осылайша қос машинист күніне бірнеше рет осы залға келетін болады. Себебі бұл жерден құрылғылардың қызметін анықтайды. Жөндеу керек болса, жөндеу жұмыстарын жүргізеді, басқа да қосалқы қызметтерді атқарады. Залдың іші құлақ тұндыратын шоу өте қауіпті қондырғылар, алайда әйел азаматшалар болса да осы жұмысты атқарып келеді. Қазір біз соның барлығына куә боламыз. Сіздер де бізбен бірге болыңыздар. Мінекей апа, іштің барлығын қарап шықтыңыздар, негізгі жұмыстарды. Қалай екен, қандай жағдай болып жатыр екен? Қазіргі жағдайда біз сораптардың жағдайларын қарап шықтық. Біздің мына қазіргі бірінші агрегатымыз ақау болып тұр. Ақау кип электрик жақтарынан. Соны біз кип-өспен электриктерге сұраныс беріп, осы бірінші сорапты қосалқыға шығарайын деп іске қосып, бірлестікте іске қосып көрейін деп жатырмыз. Яғни ақау шығып тұр. Қандай ақау екен, нақтылайсыз ба? Кип жағынан және электрик жағынан екі жақтан да ақау бар деп тұрмын. Жалпы қандай қызмет атқарасыздар? Қызметіміз біз жер астына су айдау және біздер сорапты іске қосқанымызда бізден сораптан шыққан суымыз мына жерде ВРП-ға барады. ВРП дейтін водораспределительный пункт. Ол ВРП-ның ішінде скважиндар орналасқан. Ол скважиндар ВРП-мыз әр скважинға, біздің скважиндарымызға бөліп, сол жерде задвижкілер тұр, өз скважиндарға айдайды. Жер қысым қабатын ұстау бізде мақсатымыз. Одан шыққан жер астына барып, мұнайды жоғары ұстау, жоғары көтеріп, мұнай жоғары алынады да, соның орнына біз су айдау мақсатымыз. Bizim қызметіміз
қабат қысымын тексеру қызметінде жұмыс жасаймыз. Мөлдірмен, Нұрсұлумен 95 жылдан бері бірге жұмыс жасаймыз. Қыздардың жұмыстары оңай емес. Под давлением жұмыс жасайды. Насостарды қарайды, іштейді. Сәнек соғады, под давлением жұмыс жасайды точно. Жақсы жұмыстарын атқарып жатыр. Нұрсу апа, енді жаңа ақаулықтар анықталды залдан. Жөндеп шықтыңыздар. Қалай? О, қара темірлерді тартқылап жатыр. Терде шықты бірталай. Иә, дұрыс айтасың. Жаңа қасымдағы Мөлдір апам айтып кеткендей, бірінші агрегаттың ақауы болған. Соны енді міне жасап шықтық, сәндегін салдық. Киіп және электрик жағынан ақаулары бар. Оны киіппен электрикке қараттық. Енді қазіргі таңда 3 агрегатымыз жақсы нормада жасап тұр. 8 агрегат барлығы, оның 5-еуі қосалқыда. Бірінші агрегаттың ақауы болған еді, оны дайындап қосалқыға шығарып қойды. Қиын болды ма? Қиын ба жоқ енді 95, мен өзім 95-тен бері қарай жұмыс жасаймын. Енді қиыны да бар, оңайы да бар. Соған қарамастан, енді қыстың суығына, жаздың ыстығына қарамастан, енді осы Қазақстанымыздың болашағы үшін, балдарымыздың болашағы үшін енді еңбек етіп өткен жайымыз бар. Енді одан ары қарай да осы еңбегімізді ары қарай дамытып жүре береміз деген ойдамын. Таңдап алған мамандығыңыз ба осы? Иә, мен осы 95 жылы осы өзен мұнай-газ саласына жұмысқа кірген едім. Содан бері қарай өзімнің таңдап алған мамандығым, сүйікті жұмысым өзіме ұнайды. Сондықтан да енді өкінбеймін, енді шүкір, Аллаға шүкір, 20 жылдың үстінде жұмыс жасап келем осы өзен мұнай-газ саласында. Енді мынау бір өте қиын жағдай бола ма осы дәл осы залдың ішінде? Енді әрине қиын жағдай болады. Неге десеңіз, үлкен қысымда жұмыс жасаймыз. Бұл жерде агрегат сорап высокий давление дейді ғой орысша. Үлкен қысымда жұмыс жасағандықтан ол жұмыс момент болып қалады енді. Высокий давление болғандықтан. Сондықтан да бұл енді қиыншылыққа төзуге тырысамыз енді. Бірақ қиындығы бар енді. Мұнай болғасын, мұнай жердің астынан су айдаймыз высокий давлениемен. Высокий давлениеде жұмыс жасайды агрегаттарымыз. Зал мен кешеннің арасында машинистер күніне бірнеше рет жүретін сияқты, себебі атқарылған жұмыстарды үйлестірушіге міндетті түрде айтып отыру керек. Қазірде біздің екі кейіпкеріміз өз жұмыстарына аттанды. Бір қызығы, кейіпкерлеріміз Нұрсу мен Мөлдір 2 жылдан бері бір ауысымда қызмет етеді. Апалы сіңлілідей болып кеткен машинистер бір-бірін жұмыс істеп жатқан кезде біз сыртынан бақылап отырдық, бір-бірін ыммен түсініп жүр. Қазіргі таңда осындай 4 оператор және 2 машинист болып жұмыс атқарамыз. Қазіргі таңда осы жердегі апаларымыз өздеріміздің аналарымыздай болып жұмыс атқарады. Оларға және де біз көмектесіп тұрамыз.
ұжымдық жұмыс өте жақсы жағдайда жүреді. Соның арқасында осындай дәрежеге жетіп, мекемеміз абыройлы қызмет атқарып келеді. Бізге келетін болсақ, мына біздің қондырғы негізгі жерасты қабатын сақтау болып келеді. Соған мына ілеспе су айдаймыз, сораптар арқылы. Енді біздерде ол сораптарға қызмет көрсететін біздерде машинистер бар, сораптар стансы машинисі. Солардың ішінде мына қазіргі таңда Қалиева Мөлдір еңбек өтілі 34 жыл болған. Яғни қазіргі таңда сол ең алдыңғы қатарлы машинистеріміз жұмысын жақсы, жастарға үлгі болатындай машинист өз жұмысын ұқыпты, уақытында орындайды. Біздер енді күннің жартысында бірінші агрегатқа тығырық салып келіп отырмыз, қосалқаға шығардық. Енді міне агрегатымыздың 2 сағат бойғы жұмыс жасап тұрған жай-күйін үйлестірушіге айтуымыз керек. Алло. Үш агнес сводка. Жұмыста 2-ші агрегат, 7-ші агрегат, 8-ші агрегат жасап тұр. Давление 3-те 129, 2-де 7-ші агрегатта 6-да 130, 8-ші агрегатта 6-да 127. Қазір міне бірінші агрегатты қосалқыға шығарып қойдық, екі жағына сальнигін соқтық, кеп электрикке қараттық, енді қосалқыда. Счетчик 2 сағат 159, 70, 570. 1342. Болды. Өте қарбалас жұмыс жүріп жатыр. Бізге қос машинистіне жауап беруге мүмкіншілік жоқ, себебі анықталған ақау қалпына келтіріп, қайтадан агрегатты іске қосып жатыр. Жаңа біз бірінші сорапты іске қосуға дайындадық. Мына іске қосу алдында біздер приемын кіріс жағын садивишкасын аштық, сальниктерін тартып іске қосуға дайындадық. Енді сорапты біздер қазір киіп электрикті бірлестікте бәріміз іске қосқалы тұрмыз. Бұл Мөлдір апамыз бен Нұрсу апамыздың жұмысына, негізгі жұмысына агрегаттардың қызметі істеп тұрғаны, істемей тұрғаны ғана кірмейді, сонымен бірге тазалығы да кіреді, солай ма? Бастаймыз ғой.
біз енді қазір азғантай жұмыс барысында кезегімізде құттай қолымыз босаған кезде біз осыда екінші үйіміз болғасын біздер осында біз мына талай екеуміз субботниктерде сол енді мына 3 жылдан кейін бізге беріп тұрған өріктері қарасаңыз болады. Бізде осы территорияны өзіміз азғантай болса да кислород бөлмесін деп осының көлеңкесінде талай егіп жатқан жағдайларымыз бар. Жаңада көріп тұрған шығарсыңдар, өзен мұнай газ бізге жақсы нысаналар салып берді. Кухнясы бар, душевой, столовой. Сосын біз өзімізде қол ұшымызды беріп осындай жемістерді арасында егіп жатырған жайларымыз бар. Арасында жеп тұрамыз, варенье қыламыз. Жұмыстан үйімізге алып кетіп боламыз екен. Қараңыздар, қандай тәтті. Сіздерді ауыз түйіп тұрыңызға болады. Екі ауысыммен жұмыс жасағандықтан жұмыстың қиыны да болады, жеңілі де болады. Күндізгі жұмысымыз енді манадан бері қарай өздеріңізге көрсеткендей, сол күндізгі жұмысымызды түнде де жасаймыз. Себебі дәл сол күндізгі жұмыс высокий давлениемен жұмыс жасағандықтан түнде де қайталанады. Сол үшін де таңға дейін көз ілмей 12 сағат бойы осы жерде режим болу керек. Бізде 3 агрегат жасап тұру керек. Сол 3 агрегатты қадағалап, қарап таңға дейін көз ілмей осы жерде жұмысымызды атқарамыз. Сәнегімізді саламыз оның ішінде. Ішін тазалаймыз, тазалыққа мән береміз. Әрине, әйел адам болғасын ол енді болады, енді ондай енді таза келіп, таза кету енді әр адамның өзінің, әйел адамның тем более арманы ғой деп ойлаймын. Енді өкінбеймін, бірақ енді осы салада жұмыс жасағаныма да бұл жерде енді өзімнің несібем деп ойлаймын. Аллаға шүкір, 20 жылдың үстінде жұмыс жасап келе жатырмын. Өкінбеймін, болады енді. Нанымды тауып отырмын, жаңа айтады ғой, еңбек етсең ерінбей, тояда қарын тіленбей деп, осы еңбектің арқасында, Алланың арқасында шүкір әйтеуір осы несібемізді тауып отырған осы жерде жайымыз бар. Күннің енді біздің Жаңаөзен қаласында жеріміздің асты мұнай болғанмен, үсті өте ыстық, жер беті ыстық, құрғақ, су жоқ біздің елімізде. Соған қарамастан біздер қыстың суығында ысының енді кешегі ысыларда сораптарымызды тоқтатпай еңбек еткен жайымыз бар. Осы 34 жылдар арасында біздер осы мұнай еңбекке араласып, еңбегіміздің жемісін жеп келе жатырмыз. Жерімізде осы кен орнында мұнайымыз көп болсын деп, соны үлесін қосып жатқан жайымыз бар. Мінекей құрметті көрермен, біз өздеріңізге шоғырланған сораптар станциясы машинистерінің бір тәуліктік жұмысын көрсетуге тырыстық. Байқағанымыз, машинистердің 1 минутта отыруға уақыты жоқ екен. Өте тығыз жұмыс, қарбалас жүрісі көп, ауыр, әрі соншалықты жауапкершілікті талап ететін жұмысты қос бірдей машинист апаларымыз атқарып шықты. Осымен Өзен Нагасаға бір күн бағдарламасы өз мәресіне жетті. Аман, сау болыңыздар.